Баршаңызға сәлем. Ағылшын тілі 7-ші сынып 2-ші тоқсанның БЖБ1 тапсырмасы. Holidays and Travel. Бұл тапсырмада 20 минут уақыт беріледі. Бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі. Task 1, Task 2, Task 3. Task 1, listen to the conversation and answer the questions. Бірінші тапсырмада тыңдалымды тыңдап, сұрақтарға жауап береміз. 1. What this talk is about? Тыңдалым не жайлы? This talk is about travel agent and the caller. Caller is booking a flight to Helsinki, Finland. 2. How many people in a talk? There are 2 people talking, travel agent and the caller. Екінші сұрақта қанша адам сөйлесіп жатыр дейді. Мұнда 2 адам сөйлесіп жатыр. 3. What preferences does the caller request? Ұшақта қандай артықшылықтары бар? The cheapest flight available and vegetarian meal on the flight. Task 2. Choose the right answer A, B, C or D. Екінші тапсырмада варианттарды таңдаймыз. A, B, C немесе D. Мысалы, What date is flight reservation going to be? Ұшаққа рейс брондауы қай күнге болады? Жауабы C, 23. 1. What is a man destination? Ер адамның баратын жері қай жер? Қай қала? Жауабы C, Helsinki, Finland. 2. When is a man's departure date? Ер адамның ұшу күні қашан? Жауабы B, 22nd. 3. What is the flight number for second half of his journey? Сапардың екінші бөлігіндегі рейстің нөмірі қандай? B, 90. 4. How long is the man's layover between flights? Ер адамның рейстер арасындағы күту уақыты қанша? Жауабы less than 2 hours. 5. What request did the man make regarding his flight? Ер адам ұшаққа байланысты қандай өтініш айтты? Жауабы he asked for a specially prepared dinner. Writing тапсырмасы Task 3. Write a postcard to your friend. You may answer questions while you are writing. Үшінші тапсырмада досыңа ашық хат жаз. Берілген сұрақтар бойынша жауап беруіңізге болады. Who will you write to? Сіз хатты кімге жазасыз? Where are you? Сіз қайдасыз? Are you having a good time? Уақытыңызды жақсы өткіздіңіз бе? Where are you staying? Қайда тұрақтадыңыз? What is the place like? Ол жер қандай жерге ұқсайды? What are the people like? Адамдары қандай? What did you do yesterday? Кеше не істедіңіз? What are you doing tomorrow? Ертең не істейсіз? Бұл хатта Олжас Қазақстаннан жазады. Өз елі туралы және Алматы немесе Нұрсұлтан қаласы туралы. Қазақстанның адамдары және тағамы қандай? Қандай керемет табиғаты бар? Сол туралы хатта жазатын болады. Осымен БЖБ тапсырмамыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Бай-бай.